Dala kahramanı arıstanмен tanışу. Arıstan, бұл айбынды жануарды кім білмейді? Ол, мысық тұқымдасының ең ірі және ең күшті өкілі. Арыстанды оның әсем жалынан оңай тануға болады. Тек қана еркек арыстандарда жал болады. Олардың сарғыш қоңыр түсті жүні, ұзын құйрығы және өткір тырнақтары болады. Арыстандар өте күшті және жылдам жүгіре алады. Ыстық үй арыстандар қайда тұрады? Арыстандар Африкада өмір сүреді. Олар саванналарды, шөлейтті жерлерді және ашық ормандарды мекендейді. Арыстандарға аң аулауға жеткілікті кеңістік және жасырынуға болатын ағаштар мен бұталар қажет. Ашқарақ жыртқыш, арыстан немен қоректенеді? Арыстан жыртқыш жануар. Олар негізінен зебраларды, бөкендерді, жирафтарды және басқа да тұяқты жануарларды аулайды. Арыстандар топтасып аң аулауды жөн көреді. Бірлігі жарасқан отбасы арыстандар тобы. Арыстандар прайд деп аталатын топтарда өмір сүреді. Прайдта бірнеше аналық арыстан, олардың күшіктері және бір немесе екі ересек аталық арыстан болады. Аналық арыстандар аң аулаудың көп бөлігін жасайды, ал аталық арыстандар прайдты қорғайды. Айбынды аңшы, арыстан қалай аң аулайды? Арыстандар өте жақсы аңшылар. Олар өз жемтігіне жақындап келіп, кенеттен секіріп шабуыл жасайды. Арыстандардың өткір тырнақтары мен тістері оларға жемтігін оңай ұстап, өлтіруге мүмкіндік береді. Күшіктер әлемі, кішкентай арыстандар. Аналық арыстандар бір мезгілде бірнеше күшік туады. Күшіктер әлсіз болып туады және анасының қамқорлығына мұқтаж. Олар 2 жылға дейін ана сүтімен қоректенеді және прайдтағы басқа арыстандардан аң аулауды үйренеді. Қауіпті дүние арыстандарға төнген қатер. Өкінішке орай, арыстандардың саны жыл сайын азайып келеді. Оларға браконьерлік, тіршілік ету ортасының жоғалуы және азық-түлік тапшылығы қауіп төндіреді. Қорғаушылар қолында арыстандарды сақтап қалу. Адамдар арыстандарды қорғау үшін көптеген шаралар қолдануда. Ұлттық парктер мен қорықтар құрылып, браконьерлікке қарсы күрес жүргізілуде. Арыстандарсыз әлем. Бізге неге арыстандар керек? Арыстандар біздің планетамыздың биологиялық әртүрлілігінің маңызды бөлігі. Олар экожүйені тепе-теңдікте ұстауға көмектеседі. Арыстандарды сақтап қалу біздің міндетіміз.